Тараз қаласының әкімі номер 2 аумақтық округ тұрғындар алдында есеп берді. Алдымен елбасы жолдауы, артынша былтырғы жылдың жұмыстары жіпке тізілді бұл жиында. Бақсақ, былтыр адами капиталға жұмсалған қаржы қыруар қалада. Айталық, үстіміздегі жылы 369,7 миллион теңгеге 27 мыңнан астам азамат әлеуметтік көмек көрсетілген. Қорытынды басқосудың барысын Дина Али айтып береді. Шаһар басшысының ел алдындағы жауабы әдегенен есептік көрсеткіштен басталды. Халықтың жағдайы басты назарда деген басшы алдымен өткен жылдағы өнімді тірлікке тоқталды. Мәселен, белсенді жұмыспен қамту шаралары бойынша 6987 азамат еңбекпен қамтылған. Сонымен қатар биыл баға және тұтыну тауарлары мен қызмет көрсету тарифтері 8,4%-ға. Оның ішінде азық-түлік тауарлары 9,1%-ға, ақылы қызметтер тарифі 7,6%-ға өскен. Қала бюджет шығысының 65,4%, немесе 22 миллиард 494 миллион теңгесі әлеуметтік салаға бағытталған. Былтырғы жыл 17 миллиард теңге болған. Оның ішінде жұмыспен қамту мәселелерін шешуге және әлеуметтік қамтамасыз ету шығындарына 1 миллиард 637 миллион теңге, немесе 15 жылмен салыстырғанда 91 миллион теңгеге артық қаржы жұмсалды. Кешегі күні ғана мемлекет басшысы Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты Қазақстан халқына кезекті жолдауында арнады. Осы бағытта үкімет, жергілікті атқарушы билік барлықтары жұмысты бағыттап арындайтын боламыз. Былтыр бірқатар білім ордалары мен тұрғын жайлар күрделі жөнде жұмыстарынан өткен. Қалада жаңа аялдамалар да бой көтерді. Әйтсе де олардың бүгінде алқам-салқамы шыққан көрінеді. Сапасы тіпті сын көтермейді. Мынау ЖКХ деген бәрден. Енді жұмысты бастағаннан кейін аяғына шейін бітіру керек қойны. Ал жағында остановканы алыптыдан шебеге төкті, ол сай болып отырайын. Оған көтеріп қою керек аздап. Базынасын білдірген Бұқараның кез келген сауалына әкім мырза жауап беруден бас тартпады. Кей жөндеу жұмыстарын ауа райының қолайсыздығына сілтеп жылы жапты. Сол себептен пока шебенкі қылып қойдық. Алла қаласа күн жылығаннан кейін әдемілеп жан-жағын бордюр қойып, асфальттап, жақсылап береді. Алда төрткүл дүние көз тіккен Экспо 2017 көрмесі келе жатыр. Миллионнан астам туристерді қабылдау жоспарлануда. Алайда оларға қызмет көрсетуге дайындық барысында кемшіл тұстар көп. Бір ғана қалаішілік қоғамдық көлік қатынасына зиялы қауым өкілдерінің өкпесі қара қазандай. 10 автопарк бар қаламызда. Солардың жұмыстары енді сын көтермейді, былайша айтқанда. Асығу, уақытысында жүрмеу, ерте жұмыстан кетіп қалу, көптеген оқиғалар келген адамдарға сондай жағымсыз болып көрінеді ғой. Сондықтан қалалық әкімшілікке келесі жылға қоятын мақсаттардың бірі осы автотранспорт жұмысын жақсартса деп ойлаймын. Қоғамдық тәртіп саласына келсек, қылмыстық істер былтырғы жылмен салыстырғанда 5%-ға төмендеген. Сондай-ақ кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейтуге де ерекше ден қойылған. 28 азаматқа жаңа кәсіпті бастау үшін 20 бизнес өкіліне өз ісін ары қарай дамытуға несие берілді. Жиын соңында қала басшысы келген жылға да келелі жоспарлар көп екендігін жеткізді. Айталық 2017 жылы міндетті медициналық сақтандыру жүйесі жүзеге асырылатын болады. Сондай-ақ қалалық бюджет есебінен 45,3 миллион теңгеге заманауи кіші футбол алаңшаларын салу жоспарлануда. Дина Али, Ермек Кеншімбек, 7 Ньюс.